Кайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Гүлсезім. Бүгін бізде бір жасағанда шығатын сметаник пирогы. Жасауы өте оңай. Ең әуелі бізге қамырына қажетті заттар: 300 грамм ұн, 180 грамм сары май, 1 дана жұмыртқа, 100 грамм қант және де қопсытқыш. 300 грамм ұнымызды електен өткізіп алып, оның үстіне қопсытқыш қосып, ары қарай сары майымызды үккіштен өткізетін боламыз. Сары май менде пампушка 180 грамм. Майымызды өткізіп алғаннан кейін 1 дана жұмыртқа, 100 грамм қант саламыз. Барлығын араластырып, бір келкі қамыр дайындайтын боламыз. Енді біздер пергамент қағазын формамызға төсеп, жан-жағына майымызды жағып, дайындалған қамырымызды формамен бір келкі етіп жайып алатын боламыз. Қамырдың барлығын жайып алғаннан кейін енді салмасын дайындаймыз. Салмасына менде 3 дана жұмыртқа және де 150 грамм қант. Қантымызбен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай үстіне 20% 200 грамм қаймақ қосатын боламыз. Каналға тіркеліп, келесі видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Және де басқа да видео түрлерін көруге кеңес беремін. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Дайындалу өте оңай және де қарапайым, жасалуы тез. Салмамызды тестамыздың үстіне құйып, енді қызып тұрған пешке 220 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.